Барлығына сәлем, сіздермен бірге қызық фильм, және бүгін біз 2017 жылы шыққан фантастика элементтері бар триллерге қысқаша шолу жасаймыз. Фильмнің аты «Радиус». Жол апатынан кейін есін жиған Лиам есімді адам қираған көліктің қасында оянып жолға шығады. Ол қалаға қарай бағытта жүреді. Бір көлік өтіп бара жатқанда, оны қағып кете жаздап, жол жиегіне қарай тоқтап қалады. Ер адам жүргізушімен бәрі дұрыс екенін тексеру үшін оған жүгіреді, бірақ ішіндегі әйелдің өлгенін көреді. Ол жедел жәрдем шақырады. Диспетчер оның атын сұрайды. Сонда адам өзінің кім екенін есіне түсіре алмай отырғанын түсінеді. Қалтасынан аты жөні көрсетілген құжаттарды табады. Кенеттен көліктің үстіне өлі құс құлап түседі. Ол қорыққаннан көліктен әрі қарай қашып кетеді. Ер адам жол бойындағы дәмханаға жетіп ішке кіреді. Ол жерде бәрі өліп қалған байқайды. Сыртта жүк көлігі соғылып, оның жүргізушісі рөлде қайтыс болады. Ер адам адамдардың өліміне қандай да бір вирус себеп болды деп ойлап, көйлегінен маска жасайды. Содан кейін орманға жүгіреді. Ол өзінікі болуы мүмкін үйге келіп, артқы есікті бұзып кіреді. Кенеттен ол көлдің ортасында қайықтың ішінде жатқан туралы есіне естеліктер түседі. Жаңалықтардан Лиам биологиялық эпидемияның болуы мүмкін екені туралы көреді. Үйінің артқы алаңының терезелерін қағып, біреудің жақындап келе жатқанын естиді. Лиам келе жатқан адамға сыртта жүруге қауіпсіз емес екенін ескертуге тырысады. Бірақ ол жақындап келгенде өліп қалады. Лиам не болып жатқанын анықтауға тырысады және жаңалықтардан өлімдердің жақын жерлерде болып жатқанын біледі. Көшеде бір қарғаны байқап қалады да, оған жақындағанда құс құлап түседі. Лиам бұл түсініксіз өлімдердің себебі өзі болуы мүмкін деп болжам жасай бастайды. Содан кейін ол өз қорасына тығылуды шешеді. Оның үйіне қарай полиция келеді. Тәртіп сақшылары аумақты зерттеп жатқанда ол жасырынып тұрады. Кенеттен өлі құстар аспаннан құлап, полиция қызметкері кафедегі жағдайға ұқсас нәрсенің болып жатқанын хабарлайды. Түнде Лиам қорқынышты түстен оянып, әйел дауысын естиді. Әйел оның қорада тығылып жатқанын байқап, сөйлесуге жақындап келеді. Лиам одан жақындамауын сұрайды. Есікті ашқан Лиам әлгі әйелдің әлі тірі қалғанын көреді. Әйел авария болған түні онымен бірге көлікте болғанын айтады. Бірақ ол Лиам сияқты ешбір мәліметтерді есіне түсіре алмайды. Ер адам аяғына жақындаған итті байқап, өзінің өлімдердің себебі емес екені туралы ойлайды. Әйел үйін қарауға рұқсат сұрап, баланың суретін байқайды. Бірақ Лиам оның кім екенін білмейтінін айтады. Жігіт әйелдің көпірде көлігіне қалай мінгенін есіне түсіріп, екеуі сол жерге бірге баруды ұйғарады. Жолда әйел өзінің есімін Джейн Доу деп айтады. Бұл есім есте сақтау қабілетін жоғалтқандарға немесе белгісіз мәйіттерге қойылады және оның шын атын білмейтінін білдіреді. Әйел ештеңені есіне түсіре алмайды. Лиам оған олар бір-бірін білетін сияқты сезінетінін айтады. Кенеттен әйел қолында бос қағазбен көпірдің үстінде тұрған және сол кезде Лиамның оған бұл жерде оның болмауы керек екенін айтып жатқан кезін есіне түсіреді. Лиам авария болған орынға баруды ұсынады. Олар жеткенде жердегі қара шеңберді көреді. Лиам бұл шеңбердің өрттен емес екенін айтады. Содан кейін ол Джейнге осы жерден кеткен кезде басынан өткен түсініксіз оқиғалар туралы айтып береді. Оған жақын орналасқан адамдардың өмірін сорып жатқандай көрінетінін айтады. Джейн одан қорқып қашып кетеді. Жолда олар полицейді кездестіреді және Джейн алыстаған кезде әйелдің өмірі үзіліп құлап қалады. Джейн бұл көрген нәрседен шошып қашуға тырысады. Лиам оны қуып жетіп, оған одан қауіп төніп тұрған жоқ деп сендіреді. Екеуі жайылым жаққа барып, ешкі тауып алады. Джейн артқа кеткенде, Лиам ешкінің қасында тұрады, ал Джейн болса артқа қарай шегінеді. Ол тағы бірнеше қадам жасағанда ешкі өледі. Лиам бүкіл өлімдерге өзінің кінәлі екеніне сенімді, ал Джейн болса ол өлімдерді алдын алады. Лиам ауруханаға баруды ұсынады, өйткені оған не болып жатқанын білу керек. Бірақ Джейн оларға ешкім сенбейді деп қорқады және дәрігерлерге тек есте сақтау қабілетінің жоғалуы туралы хабарлауды ұсынады. Ауруханада Лиам компьютерлік томографиядан өтейін деп жатады, ал дәрігер Джейннің шығуын сұрайды. Лиамның клаустрофобиялық ауруы бар екені туралы өтірік айтып, Джейн бақылау бөлмесінде қалуға рұқсат алады. Олар томографияның нәтижелерін күтіп жатқанда, жаңалықтарда Лиамның кісі өлтіруіне күдікті деп хабарланады. Олар ауруханадан қашқысы келеді, бірақ полицейлерді байқайды. Лиам дәрігерден оған не болып жатқанын айтуын сұрайды. Дәрігер Лиамның томографиялық нәтижесінде бәрі жақсы екенін айтады. Лиам мен Джейн лифтке қарай жүгіреді. Хабарландыру тақтасына Джейн жоғалған адамдар туралы парақшаларды байқап, сол түні көпірде портреті бар флайер ұстағанын есіне алады. Джейн лифтке отыруға үлгере алмай қалады. Сосын ол баспалдақпен жүгіреді. Лиам адамдарға лифттен шығу керектігін айтады. Ақыр олар бірінші қабатта кездесіп, полиция оларды байқамай тұрғанда ауруханадан қашып үлгереді.
Олар көлікте түнеп шығады. Лиам тағы да қорқынышты түс көріп, оянғанда Джейннің саусағындағы сақинаны байқайды. Таңертең Джейн жаңалықтардан оның Лиамның сыбайласы болып саналатын және күйеуі оны танығанын естиді. Сөйтіп күйеуі оны үйіне оралуын сұрайды. Джейн Лиамға күйеуіне баруды ұсынады, өйткені ол оларға жағдайды шешуге көмектесуі мүмкін. Лиам барғысы келмейді, бірақ Джейн жалғыз баруға қорқатынын айтады, өйткені оның қашып кетуі күйеуінің кесірінен болуы мүмкін деп болжайды. Ақырында ол келіседі және олар анықтамалықтан дұрыс мекен-жайды табады. Олар ер адамның қоқыс тастап жатқан үйіне келеді. Ол Джейнді танып көлікке қарай жүгіреді. Ол одан олармен бірге жүруін сұрайды. Олар оған не болғанын айтады, бірақ ер адам оларға сенбей полиция шақырғысы келеді. Сонда Джейн, егер ол оларға көмектеспесе, онда ол кететінін айтады. Лиам көгершіндерді тауып, Сэмге өзінің қабілетін көрсетеді. Ер адам қорқады, бірақ оларға көмектесуге және бір-екі күнге оларға пана тауып беруге келіседі. Жаңалықтарды тыңдап жатқанда, Лиам есімі мүлдем басқаша жазылған Джейннің портреті бар флайерді тауып алады. Сэм келіп, Джейннің егіз сыңары болғанын айтады. Сэм сыңары жоғалып кеткеннен кейін, Джейн бар күшін оны іздеуге жұмсап, депрессияға түскенін айтады. Бір апта бұрын жағдайының нашарлаған сонша, Джейн ұрыстан кейін үйден қашып кетеді. Джейнге тағы бір естелік келеді. Ол көпірдің үстінде тұрып, секіруге дайындалып жатыр, бірақ Лиам оны тоқтатып, айтқан жеріне апаруды ұсынады. Джейн көлікке отырып бір жерге баруын өтінеді. Ол өзін Роуз деп таныстырады. Сэм не болғанын сұрайды, бірақ ол жауап бермейді және одан тамақ әкеп беруін сұрайды. Ол кетіп қалғаннан кейін, Джейн Лиамға оның өмірін қалай сақтап қалғанын есіне түсіргенін айтады, ал Лиам олардың қайда бара жатқанын есіне түскенін айтады. Сэм оларға карта береді, ал Лиам оның тағы да кішкентай үйшігі болуы мүмкін орынды белгілейді. Таңертең олар бұл жерді тексеруді шешеді, бірақ Сэмге оның қалуы керек екенін айтады. Ер адам ашуланып кетіп қалады. Біраз уақыттан кейін оралып полиция шақырғанын айтады. Полиция қызметкерлері келіп, Джейн мен Лиамды ажыратады. Осыдан кейін түсініксіз күш әсер ететін радиуста болғандардың бәрі өледі. Лиам Джейнге жүгіріп барып, бәрі өлгенін айтады. Сэм оларға көлікті қайдан табу керектігін түсіндіреді және басқалары шын мәнінде не болғанын түсіндіру үшін қалатынын айтады. Жанармай құю станциясында біртүрлі ғарыштық құбылыс туралы хабарды көреді және қазіргі жағдайларының не себепті болғанын түсінеді. Келесі күні олар үйге келеді. Лиам оларға ешкім көмектесе алмайды деп қорқып, таза ауамен тыныс алуға кетеді. Пештің ішінен Джейн жоғалған адамдардың парақшалары жабыстырылған журналды табады. Солардың бірінде сыңарының портреті. Джейн апат болған түні көлікте отырып, Лиам оны плакаттардан танығанын айтқан сәтін есіне түсіреді. Осы кезде Лиам көлге келіп, есіне түскен қайыққа отырады. Кенет ол Джейннің егіз сыңарының денесін көлге лақтырғанын есіне түсіреді. Джейн журналда өзінің шын аты жазылған жазбаны тауып, көлікте Лиамның оны қалай есінен тандырғысы келген және күресу кезінде көлік аударылғанын есіне алады. Ол қашуға тырысады, бірақ сол кезде оларға найзағай соғып, олардың арасында байланыс орнайды. Лиам жағаға жетіп, жүрегі айнып құсады. Джейн мылтықпен келіп, есіне түскен нәрселерді распай деп сұрайды. Ол мұны растайды және қыз оған тізесіне отыруды бұйырады. Лиамға Джейн деп атауын тоқтатуын айтып, сыңарының қайда екенін сұрайды. Лиамды сыңарын өлтіргенін түсінген қыз оны көлге кіруге мәжбүрлейді, бірақ оны атуға батылы бармайды. Оларды үй жағында 3 бейтаныс адам күтіп тұрады. Олар Лиамның террорист екеніне сенімді және оны соққыға жығады. Ол құтылып қашып кетеді. Джейн оған тоқтауды айтып, жаңағы 3 жігіттің өмір сүргілері келсе, кетуін сұрайды. Екеуі Лиамға жақындайды, бірақ ол бір қадам артқа шегінгенде ерлер өліп қалады. Джейн қашып кетеді, бірақ тірі қалған адам оны атып тастайды. Лиам Джейнге қарай жүгіреді, ал әлгі атқан адам өліп құлайды. Джейннің ішіне оқ тиіп, Лиам оны ауруханаға апарады. Джейн операция бөлмесіне жеткізіледі, ал Лиам оның кесірінен ешкім зардап шекпес үшін өзін-өзі атып тастайды. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет достар. Осы фильм туралы өз ойларыңызды комментарийге жазып кетіңіздер. Жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін арнаға жазылуды және хабарландыруды қосуды ұмытпаңыздар. Осылайша сіз арнаның дамуына көмектесесіз. Келесі кездескенше.